Бүгін Жамбыл облыстық мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің ұйымдастыруымен Астана күні мерекесіне орай кездесу болып өтті. Оған зиялы қауым өкілдері мен журналистер қатысты. Астана күні қазақстандықтар үшін үлкен мереке. Себебі елорда отанымыздың жүрегі, Алаштың айбыны. Бұл күндері Астана әлемдегі ең әдемі шаһардың біріне айналды. Барша халқымыздың мақтанышы. Бұл арада бас қосуға келген бұқаралық ақпарат құралдар өкілдерінің Астананың қалай өсіп өркендеуін өз мақалалары мен еңбектерінде жарқырата жазған кезеңдегі рөлі де ерекше. Департамент басшысы Мақсат Қожабаев журналистердің қоғамдағы атқаратын рөлін ерекше атап өтіп, олардың еңбегі әрқашан құрметке лайық екенін айтты. Өз кезегінде Астананың зор мәртебесі жөнінде ой ортаға салынды. Ақмола қаласы облыс орталығы болатын, өздеріңіз білесіздер. Ол бар жоғы 182 мың адам тұратын онда. Бұл өзі тарихта ұлы әрі кемел тұлғаларда ұлы өзгерістер дәуірі алып келеді. Міне осы ұлы өзгерістер дәуірі алып келген ұлы тұлға Нұрсұлтан Әбішұлы. Кездесуде департамент басшылығы өз мекемесі атқарып отырған қызметін көрсетуде көзге түскен бұқаралық ақпарат құралдарын арнайы марапаттады. Астана қаласын белгілеу кезінде осы бұқаралық ақпарат құралдарының еңбегі өте зор болды. Мынау қоғамда дұрыс пікірді қалыптастыру жағында елбасымыздың саяси шешімінің дұрыстығын қоғамның арасында орнықтыруға өте үлкен үлес қосқан болады. Сондай-ақ Астана күні мерекесіне орай өзге саланың ардагерлері мен таңдаулы қызметкерлері белсенді қызмет үшін құрметке ие болды. Кездесу соңы өнер шеберлерінің концертіне ұласты. Алматы Садуақас, Руслан Сандыбай, жаңалықтар қызметі.